Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желідегі оқырмандар. Артымда Кентау қалалық емханасы 4-5 жыл болды ашылғаннан, бірақ өкінішке орай бұның алдында аялдама жоқтығын, мына қасында осы сайланғанына көп болған жоқ. Кентау қалалық мәслихатының депутаты, қала жанашыры Ерғали Балабеков мырза. Ереке, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Ереке, осы аялдама мәселесі туралы айтып өтсеңіз, жол бөлімімен ақылдасып қандай мәселе шешіліп жатыр? Тасымызда әкімге кіріп, аялдама мәселесін көтерген боламыз. Бүгін сол жол бөлім мамандары жүйені қойылатын жерлерін белгілеп шықтық. Құдай қаласа жақын арада қай жерлерді белгіленді екен? Ерек, Айбекпен сөзіңіз бөлгенде. Орындалды. Аялдама қойылды. Ереке, рахмет сізге. Жаңағы Тағы да аялдама қойылған, үшіншісі. арғы бетінен ұяқты арғы бетінде жаңағы павильон тұр, әлеуметтік магазин, соны шамалы былай қарай жылжытып, сосын енді жерін жаңағы көруге белгілеуге, олар көруге кетті қазір. Жаңағы босақты қалай жатыр, соған қарап, енді ояқты да аялдама қалса шешіліп, 4 аялдама осы жерге қойылады. Сосын жаңағы Жұмабаев көшесі қорқайды, Жұмабаев көшесіндегі 2 аялдама сол жерге, жалпы 6 аялдама осы көшелерге қойылады болып жаңа белгілеп шықтық. Рахмет, құрметті кентаулықтар, мінеки Ерғали Балабеков бауырымызға көп рахмет айтамыз. Міне қалалық мәслихатының депутаты, мінекей жол бөлімімен қала әкіміне кіріп шықты. Осы мәселеге құдай қаласа нүкте қойылып, осы ауруханаға, емханаға келген біздің кентаулықтар құдай қаласа мына күн суықта, жаңбырлы күндері осы аялдаманың астында ұйықтап тұратын болады.